Ассаламағалейкум, қазақ елі. 10 жылдық өмір баянды сіздерге жеткізгім келіп тұр. Жай ғана емес, мен 1,5 жыл базарда жүріп, складтарды жай барлап тастадым. Менде 999 себеп болды жасамауға, бірақ мен неге жасадым? Жетістік жай ғана келмейтінін баяғыда түсіну керек болған, қалай осындай жетістіктерге жеттім. Ең өкінішті, бірақ қарындасым өмірден өтіп кетті. Ең ауыры осы. Кішкене болсын, өмір өзгертетін тарих десе де болады. Жетістікке бірге жетейік. Ассаламағалейкум, қазақ елі. Қалайсыздар, батырлар? Бүгін 10 жылдық өмір баянды сіздерге жеткізгім келіп тұр. Қалай осындай жетістіктерге жеттім? Шынымен де қандай жолдардан өттім? Әркімнің басында болатын бір кезеңді мен өте алдым. Менде 999 себеп болды жасамауға. Бірақ мен неге жасадым? Соның барлығын максималды сіздерге түсіндіріп бергім келеді. Маған қандай күш келді? Осындай мың батырдың басын қосуға, қаншама қазақтың басын біріктіруге, жалғыз өзім жасамай, елмен бірге жасауға. Және жалғыз өзім бастағанда қандай кедергілерден өттім. Барлығын от души түсіндіріп бергім келеді. Жастарға кеңес, қиналып жүргендерге бағыт бағдар болатынына міндетті түрде сенемін. Өйткені әркім әртүрлі жағдайда, әртүрлі тағдырда жүр. Мен сенемін, қолынан келеді, аяғына дейін міндетті түрде көр. 2013 жыл. Алматы қаласы орталық мешіт. Мен басымнан память кетіп, жынды болып қалдым ба деген жағдайға түстім. 2008-2013 Алматы қаласында өмір сүрдім. Арман қуып, туған өмірден өтіп кетті қазір. Жарықтық қарындасымды емдетуге сол жақтан өзімді табам деп келдім. Бірақ қаңғыған 5 жыл өзіме керек 2 миллионды таптырмады. Өйткені үмітім біреуде, сенгенім басқа адам, сол арқылы өзімнің ойымды шешіп алғым келді. Бұл үміт ақтамады. Ешкімге керек емес болып қалып, басым айналып, шынымен де толқы болмай қалған кезде менен барлығы теріс айланды. 2013 стресс жолым жабылып, бағыт көрмей тұрған кезде орталық мешітке бардым. Алдымда имамға ұқсас киінген адам тұр екен. Аға, мені емдеп беріңізші деді. Балам, жүре ғой деп, есіктен шығарып тастағанда, мен мыналарға керек болмасам, кімге керекпін деген жертва жағдайда жүрген болады. Яғни басымдағы проблемам үлкен болып, бұл проблемадан біреу қолын тартып
суырып алып шықса деген ғана оймен жүрдім. Бірақ сол қиналған кезде баратын жер жоқ, басатын тау жоқ болып тұрды. Ауылға барайын десең бет жоқ. Бір жағынан намыс жібермейді, тозып қайтып келді. 5 жыл Алматыда қаңғып деген сөз жібермеді. Бір жағынан әкешінің үмітін ақтағым келіп тұр. Сол кезде бір бауырым Астана қаласында 3-4 ай стройка істеп Алматы қаласына келген болады. Менің үмітімді сол бауырым жаққан еді. Жақында Астанада экспо болайын деп жатыр. Стройка істейміз, бір нәрсе жасаймыз, кет Астанаға барып, бірге жұмыс жасамадық па деп. Сол кезде оның бір телефонын сатып, Алматыдан Астанаға аттанған болатымыз. Мына жаққа келдік, басыңда стресс, бағытың жоқ, тартып алар, келген кезде көтеріп жерер ешкімің жоқ. Звондап қалған кезде шақырып шай ішейік деген адамың жоқ. Басқа не істейсің? Стройка істейсің. 5 жыл қаңған опытым ештеңке бермеді. Ешқай салада маман емеспін. Бірақ сол стройка ең алғаш күннен бастап маған принцип қосты. Өйткені артыма жол жоқ. Адамды өзгертетін екі жағдай. Біріншісі тығырық, екіншісі принцип, яғни дәлелдеу. Сол Алматыға әлі көресің, қайтып келемін деген принцип қойған болады. Менен айналған адамдардың атына. Алматыдан кетіп бара жатқанда мына сөзді естігенде маған өте ауыр тиген болады. Бізден кетсең, или сотталасың, или жүнжеп, шаршап кетесің, яғни бомбыш сияқты болып кетесің деген сөз маған қатты әсер еткен болды. Осы сөзді естігеннен кейін, осы жаққа келгеннен кейін не істедім? Принцип. Ең алғашқы жаққан липкасымды екінші рет жақпайтындай беріліп тұрып жұмыс жасауды бастадым. Өйткені түсіндім, барлығын жаңа беттен, с нуля фундаменттен бастау керек екен. Бірақ қарындасым көз алдымда құлдырап келеді. 2013 осы жақта 2014-ке дейін стройканы беріліп тұрып жұмыс жасауды бастадым. Қараңыз, бірінші рет салып кафельді профессионал деңгейінде салып бере алған кезде хозяин мені профессионал деп ойлады. Өйткені екінші үйін ұсынды. Сол кезден бастап мен түсіндім, адам берілсе маман болады. Мен бір үйдің 2 ванна, 1 туалетін салып бердім. Қазір өзім кафель сатам. Есенгінің кафельдері ойнайтын сол кезде түсіндім. 1-2 миллиметр. Бірақ 3 жыл стройка жүріп, адамдар кафель салмайды. 5 жыл стройкада жүріп, липка шаға алмай жатады. Неге? Өйткені временно жүр. Аз уақытта маман болуды мен осы кезде қалыптастыра бастадым. Яғни кез келген жұмысты санап есептей алам, кез келген жұмысты жасай алатын. Бірақ ол икісті аңдып отырып, копейкаға жұмыс жасап жүрміз. Ешкім бізге бір нақты үлкен сума бергісі келіп тұрған жоқ. Ең соңғы стройкадан кететін себеп, бір коттеджді істеп жүрміз $50. Ол кезде бір 9-10 мың теңге. Қараңыз, бұл тиынның тиыны. Қазір чистовой вариант дейді ғой, соның өзің 30 мың теңгеге алады. Сол кезде біз $50 топырағы шыққан, стенасы қызыл кірпіш болып тұрған үйді 8 адам бір 2 миллион теңгеге алып аламыз. Бұл тиынның тиыны. 4 ай қара жұмыстың еңбегі. Полдың стяжкасын ойлаңыз, жай ғана стяжканың өзін 2 миллионға қойып береді қазіргі бағам. Бірақ біз стенаны қара топырақпен сылап шықтық. Одан кейін паткүлеш, оның барлығын жасап беру, бұл шынымен де тиын болған екен қазір есепсем. Бірақ соны біз $50 істеп жүрміз. Көрші өзбек азаматтары сондайда коттеджді істеп отыр. Тура бірдей коттеджді.
Маған шығуға себепкер болған сол өзбек азаматтар еді. Қараңыз, біз $50 істеп жүрміз. Мен стройкадан шығуға бірақ 1 жылдай уақыт болған, себеп таба алмай жүрмін. Сол кезде өзбектерден сұрайын да, қаншадан істеп жатсыңдар? Олар $150 деген кезде менің басымнан бір арматурамен кеп соғып өткендей болды. Менің принципім оят жерде. Құнымыз 3 есе төмен түсіп кеткен, мен стройка қайтадан келемде жігіттерге. Жігіттер, мен осыдан кейін стройка істемеймін деймін. Қараш, осы принцип келесі рет стройка істетпеуге себеп болды. Оны бітірдік, 30-40 мың теңгені алып бөлісіп алдық. Баршын 24 деген Астана қаласындағы ең шетінде Көкталда Времянкада тұрып жатыр. Келем 2-3 күн жатам. Стройкадан кетіп қалғам. Олар басқа бір объект алып, сол жаққа кетіп қалды. Енді қайтадан баратын емес, стройка істейтін болдым деп. Намыс менде принцип екен. Көбінесе принцип мені оятады екен. Өйткені дәлелдеймін деген нәрсені қойсам, соған жете алады екен. Бұл мақтанайын деп тұрған жоқпын. Қазір осы мінезбен көп нәрсені қалыптастырғанымды айтып беретін боламын. Қараңыз, үйде жатырым, идея жоқ. Стройка ғана істеп көргем, санап есептей аламын. Сол кезде ойыма идея келді. Кез келген идея адамға не істейді? Энергия береді. Энергияны біз әрекетке көшірсек, ол бізге табыс алып келеді. Осы кезде жай ғана маған идея келеді. Мен осыны идеяны істедім. Ол ремонт жасайым, қырам жоям деп жазып алып, оның алдында Өзбекстаннан келген қазақ жігіттерге сөйлескен болатын. Жақында бір ремонт шығады, істейсіңдер ма деймін. Олар фирмада жүр екен. Я, істейміз дейді. Маған идея келді, енді объявление таратып, объем ұстау. А4 қағазына 4-ке бөліп алам да, ремонт жасайым, қырам жоям деп жазып алып, соны шығарып алам, кесіп бөліп алам. Қолымда карандаш клей, соны Қазақ Астана бойынша таратуды бастаймын. Деген Баршын 24-тен отырып алам, Левибергке келетін автобус бар, сонымен келем. Левибергті күніне 10-15-20 километр жаяу арылайым. Қараш, бір звонок жоқ. Жай ғана арыламайсың, 15 этажға дейін шығып, әр этажға жабыстырып шығасың. Бір звонок жоқ, 1,5 ай. 1,5 ай звонок жоқ. Сіздердің біреулеріңізге 3 күн жүр десе, жүрмейсіздер өтіргеніз. А менде принцип қана болып тұр, яғни жасау деген. Артқа вариант жоқ. Үміт бір нәрсе болатын сияқылды. Тендермен 40 күнде миллион деген осы менің 1,5 ай жаяу жүрген опытымнан құралған идея. Яғни 40 күнде миллион табуға мен гарантия бере алам сол үшін. А маған гарантия болған жоқ, алдыма звонок түсетіндей. Бірақ мен жүре бердім. Қараңыз, бір күні бір звонок түседі. 1,5 ай дегендек бір звонок. Алло десем, бір әйел адам орысша сөйлеп тұр. Быт деп өзім бірген орысшамен түсіндіріп бердім. Кешке күйеуім хабарласты. Күйеуіне де быт деп орысшаны түсіндіріп тұрсам, барым қазақша сөйлей берші дейді. Ертең Арман қала деген ЖК-ға келді. Қараш, менің арманымды орындаған Арман қала деп айтам. Арман қалаға деген ЖК-ға барам, 98 квадраттай үй, қаланың бағасы 11-12 мың теңге. Мен 11 мың теңге деп айттым қойдым, өтірік айтпасам. Сондай бағамен айтып тұрым. Енді ол скидка сұрап 10 мыңға түстім, айтып, миллионнан асқан жоқ сол кездегі сума. 98 квадрат болса, бізге миллион теңге келістік па, или миллион 80 теңге ма, 80 мың ба, сондай келістік. Соған келсем, манан істеймін, анан істеймін, енді телефонға түсіріп алған 1-2 фотоларым бар, жасаған үйлерім, осыны істедік, мынаны істедік, мынаны істедік деп көрсетіп жүрмін. Бәріне мынаны бұзасың, мынаны істейсің, мына жерді сөйтесің, бәріне келісіп жүрмін. Енді ойлаңыз, 1,5 айда деген бір звонок келіп тұр. Ол ештеңе демейді, келіспейді де жібере салады. Қарашы, 1,5 ай жаяу аралағаннан кейін уже менде желание жоқ, үміт сода ғана болып тұр. Үйге келдімде 3 күн жатам. 3 күннен кейін звондайды ғой. Алло десем, ертең бригадаңмен келе бер дейді.
менде адреналин, миллион теңге тауып алғандай адреналин сезім пайда болды. Сол жерден алатын жаңағы жігіттерге берем, алған пайдам бір 200-250 мың теңге ғана үстіне. Бұл алғашқы. Бірақ 1-2 ай, 4-5 айдың ішінде мен уже 4-5 пәтер бірінен кейін бірін шығара алдым. Как будто жолым болып кеткендей болды. Уже анда мында жұмысшылар сол бригадаларға беріп жүрмін, олар анда жұмысшылар келеді, мында жұмыс, анда 2 адам, мына жерде 3 адам, ана жерде 1 адам ғана жұмыс жасап жүр. Тағы бір пәтер шығарамын. 5-ші пәтер шығарамын. Оған үлгермей жүрміз. 6-шы деген пәтерді алған кезде бізде мүлдем адам болмады. Ане келеді, міне келеді деген адамдар жоқ. Ана бригадирі анан албаған, ақшаны албаған, өзі кішкендей қуып бастады. Ең соңғы пәтерді жол ортадан үздім. Күні біз жасай алмайтынын түсіндім. Және барлығы бір мықты деген адамдардың пәтерін алып отырмын. Ген прокуратура, қаланың прокурорныйы, сол жердегі бір облыстың бір ген директор ма бірден кенің сондайдың үйі. Өңке бір андай керемет дегендердің үйлері шығып жүрді. Сол кезде ең соңғысы, енді қазір білесіздер, антикор дейді ғой, сондай адам ғой деймін, өзім түсінгенім. Примерно сөздеріне байланысты. Сондай адамның үйі болды, ол мен барлығымен документ бойынша, талап бойынша өзіне қарата ыңғайлап қойды. Бірақ мен документ бойынша жол ортағаттан жабуға тура келді. Өйткені мен арғатай жалғастыра алмайтынды түсіндім, ол кісіге де айттым. Ол кісі берген 20%-ын ғана менен алды, қалған 80%-ын маған төлемеді. Мен 50%-ай ғана жұмысын бітіріп бере алдым. Ол договор бойынша үзді де менен шығарып тастады. Ең соңғы сол договорды үзгеннен кейін қолымда 200 мың теңге. Астана қаласында Эталон деген базар бар. Ең үлкен құрылыс материалын сататын базар. Сол жерге келдім. Бұрын сонда Зайсанның баласын танимын. Зайсан, Қараталдың балаларын барлығы Алматы және Астана қаласының базарларында кез келген жерде олар линолеум сатады көбінесе. Соның біреуі контейнер сатам деп қалады. Мен қолына 200 мың теңге сатам, маған бер, 3 айдан кейін қойып берем дейді. Ол миллион теңге дейді. Мен келісіп тұрмын. Принцип базарға кіріп алып қойып тұр. Базарға кірем. Бірақ не сатам, қайдан алам, ештеңе түсініп тұрған жоқ. Көршіме келем, не сатасы, қайдан аласыз? Анда барамыз, не сатасы, қайдан аласыз? Және кірген күні бір үйден ламинаттар шығарып алған болатын, сонымен ішін қаптап жүрсем, маған көршім келіп айтады да, базар снос кетейін деп жатыр ғой, неге кірдің дейді. Ойланыш, удар ма? Бірақ мен түсіндім да, менде артқа вариант жоқ екен. Бірақ базар содан бері 9 жыл өтті, әлі тұр, ойлаңыз. Әлі істеп тұр. Айтайын деп тұрған кейде пессимизм қоғамды жай ғана тыңдай салмаңыз. Көршіме келем, не сатасы, қайдан аласыз? Ешкім айтқысы келмейді. Сонда Арғымақ деген Эталонның артында склад бар, сол жерден аралап жүріп, 5 ламинаттың абразиясын қарызға сұрап аламын. Қараңыз, аяқ киім алуға келдіңіз, 5 аяқ киім тұр, аласыз ба? А менде сол 5 абразистің мысалы өтті. Бір абразисті көрсетем, бір түрін. Болды, осындай абразис. 300 теңге қосам, 50 квадрат, 15 мың теңге қалтада. 2 мың теңге доставка, 13 мың теңге қалтада. Кейде 3 мың теңге доставка, 12 мың теңге қалтада. Яғни доставка тегін деймде 300 теңге қосып сата берем. Сөйтіп жүріп, басында көршімнен алып келем, олардан абразис алып келем. Ол мен үстіме 200 теңге қосып қойып сатып жүрген кездер болған. Кейін 2-3 айдың ішінде мен жаңадан өзім складтар аралап, жаңадан өзіме абразистер тауып бастадым. Қараңыз, абразис дегеніміз бүкіл базар жай ғана бір картина абразистерді қойып сізге сатуда негізінде. Мен базарда соны түсіндім, яғни сауда. Сол кезде мені базарда решала дейтін. Менің маңайымдағы бүкіл балалар мені решала деп айтады. Өйткені мен жаңадан абразистер алып кеп, олардың өздерінің үстіне қосып саттыратын кезем болады.
Санаулы 2-3 айдың ішінде екінші бутик ашып, 2 жылда базарда кішкене болсын сауданың арқасында көгердім. Шынымен де сауданың маған икемі көп нәрсеге үйретті. Сауданың тілін сол кезде түсіндім. Сол кезенде мен 27 жасыма жақындаған болатым. 27 жасымда как общаться с людьми деп. Өйткені мен сатуымда басында дұрыс болмаған екен. Адамдармен қалай қарым-қатынас орнатуға болады деп сол кезде ізденісті бастадым. Яғни ізденіп жүр базарға кіріп алдым, уже тиын-тебен сатып жүрмін. Енді масштабтау мақсатында мен уже базарда түсіндім, көп қарым-қатынас орнату керек екен. Ең алғашқы кітаптарым сол кезде как общаться с людьми, адамдармен қалай қарым-қатынас жасауға болады деген кітаптан көп істедім. Ол атауы тікелей олай емес, бірақ көбінесе адамдармен қарым-қатынас туралы ең алғаш жаңағы смартфон енді шыққан кездерде сол кезде скачать етіп, сол жерден оқи бастадым. Шынымен де маған осы 25 түрлі подход деген бір кітап болатын, атауы енді жаңа как общаться с людьми, адамдармен қалай қарым-қатынас орнату керек. Мысалы, адамдардың деңгейін көтеріп сөйлес, адамдарды өз алдында төмен санама деген сияқты, осыларда бүйтіп үйрене бастағанда адамдармен қарым-қатынас деген система пайда бола бастады. Бірақ мен 25 жасыма дейін қырсық адам болғам. Өмірі айлыққа жұмыс істеп көрмеген. Пенсионный болмаған менде. Неге? Өйткені мен мінезім келмеген. Бірақ мен түсіндім, что ол мінезбен ұзаққа бармайтын. Базар маған трамплин жасап берді. Ойлаңыз, базар жай ғана емес, мен 1,5 жыл базарда жүріп складтарды жай барлап тастадым. Бүкіл складтарды, Астана қаласының кез келген складын есігін теуіп көріп, бір штук затты оптовый бағада алып шығу құқығымда ашылдым. Бұл кез келген істей алатын нәрсе. Бүкіл базар склад арқылы сатуда сізге десе де болады. Тоғыр осы система, қараңыз, тендерға келгеніңізде трамплин, өйткені бүкіл системаны жақсы түсіндім. Енді сіздерге керемет басқа жетістіктермен бөлісіп берейін. Бұл қиындықтардан өткеннен кейінгі уже сауданы түсініп алып, жетістіктің дәмін көрген кезеңдегісі. Екінші этап бұл өте керемет. Қалай команда арқылы үлкен жобаларды бағындырып жатырмыз, және бағындырдық, бағындырғанға дейін қалай құрдық деген системаның бәрін көрсетіп берем болады. Жалғастырамыз ғой. Ондай болса, өз ойыңызды бір жаза кетіңіз, өз сүйікті смайлingіңізді атып жіберіңіз, және жан жаққа бөлісіп қойсаңыз, ары қаратай керемет болайын деп тұр. Сіз де бұны жасай аласызға сенемін. Тендер! Жаса! Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm Сәлем достар. Because I can't forget. Back and forth through my mind.
Мыңбатыр, Қазақстан тендері біздікі ма? Жетістік жай ғана келмейтінін баяғыда түсіну керек болған маған және саған да. Мен 80-20 деген закон Пареттоны өттім. 20% табыс үшін 80% энергия салған кез екен. Кейде 10, кейде 5. Бірақ Алматыда жай қаңғып жүргенде 93-те 3 десе де бар. 5 жылдық қаңғуым ешқандай опыт, ешқандай жеміс, ешқандай табыс та көрсетпеді. Ал осы жаққа келген кездегі 80% энергия, 20% ғана табыс берді. Қазір 80% табыс, 20% энергия. Яғни жеңілдедік. Сол үшін бүгін басқа жалғыз бастаған кез, командамен құрған кез, ары қаратай қалай трамплинім берді. Жетістіктер немен айналыстым, барлығын бөлістім. Аллаға шүкір, қазір біразын саралап берем. Қандай салалармен айналыстық, қалай жасап жүрміз. 2015 толық шынымен де базарға кіріп алған кез. Уже сауда бар, ақша бар, бірақ бірден ақша таба бастағаннан кейін не істейміз? Шашамыз. Базарда живой ақша, күнделікті живой ақша. Кез келгеніңізге рекомендация беруші еді. Әсіресе жастарға жай ғана жүрмей базарға кіріңіздер. Бүкіл қырғыз ағайын неге базарға кіреді? Бірінші жылы қарасаң грузчик болып кетіп барады, екінші жылы қарасаң продавец болып барады, үшінші жылы қарасаң өзінің бутигін ашып барады. Базарға кіргендердің 90%-ы грузчик немесе продавец болып келгендер. Сырттан ешкім кірмейді базарға. Салдыр-гүлдір біз сияқылдар кіре салмайды. Түсінбейді өйткені. Тура тендерде сондай жағдай болған. Сырттан салдыр-гүлдір кіре салғандар түсіне алмайды. Нарықты қалай түсіну керек екен. Өзі дайын болып кірмесе. Уже қараңыз, 15, 16, 17 уже тендер саласы. Тендерге қалай келдім? Нарықты түсінем, қаншама складтан, андан, мындан шығарып сатып жүрім. OLX арқылы құрылыс компанияларына таныс тамырларға шығарып, бүкіл складтардың жолын білем. И бір таныс досым бар, соған сторой материал шығарып беріп жүрім. Ол тендермен айналысады. Қараңыз, мен тендерден алшақпын, өйткені өмірі мышқа ұстап көрмегем. И құжат тануымда қиын болатын. Жаңағы айтқандай общенияны кішкене үйренсем, документ деген мен үшін өте алшақ. Өйткені оқымағам, университет бітірмегем, армияға бармағам. И әр кезде айтатыным, әкемнің 9 қарындас бауыры әлімге дейін елдің малын бағады. Өскеменнің шетінде, Тарбағатайдың тауында. Бізге қайыршылық қанға сынып қалған сияқты болды. Қайыршылық қанға сынып қалмайды, ол миға сынып қалады екен. Яғни біз ойланбағаннан, басымызды қимылдатпағаннан. Мен өзімде басым істемейді деп ойладым. Басым миллиондаған адамнан артық істеп тұр екен. Істеп тұрған басты просто қинап саған ғой, депрессиямен қинап саған. Осы кезде мен өзім жанталас күшін көскен кезде уже басым істей бастады. Енді қараңыз, сол досым маған ұсынады. Материалдар жақсы білесің ғой, тендер қатыспайсың. А мен біреу арқылы жасағым келіп жүрді ең алғашта. Біреуді үйретіп, одан кейін бар. Өйткені өз басыма сенбей жүрмін. Өйткені ноутбукты қиындатып тастағанбыз ғой. Қазір мен сіздерге жеңіл жеткізетін де содан тендерді базар стилінде жеткіземін. Яғни қарапайым кез келген адам жасай алатын біз уже дәлдеп тастадық. Ол кезде маған айта қоятындай бір не жоқ. Ол жай ғана айтты, бірақ оның уақыты жоқ әр кезде. Сосын ол айлықта жүреді еще. 400 мыңдай айлықта жүреді. 2017-де 400 мың айлық деген керемет айлық. И 2017-дің соңына қаратай ол уже айлықтан шыға бастайды. Айлықтан шығып, тендермен айналысып жүріп, айлықтан шығып кете бастайды. Яғни мен сұрайын да, неге айлықтан шығып кеттің деп. Сол кезде маған айтады, мен жұмыста жүріп 400, 500, 600 мың жауып жүрмін дейді. Мен жұмыстан шықсам 1-1,5 миллион бетон жабамын дейді. Сол кезде мен ойландым. Ден дұрыс адам олай шығып кетпейді. Біз базарда базарлық тауып жүрміз, 400-500 мыңды кейде таппай қаламыз. Айына. Ол сезонмен еді. Қыста кішкене мертвый.
табасын уже стабильно. Ол жұмыстан шығады да жыртады. Мен сол кезде тендерға келем да. Айтам, маған тіркеп берші, көрсетіп берші, мен арғатай өзім көрейін деп. Тіркеп береді, бірақ алгоритм жоқ. Қалай істеу керек екен? Тіркеуді үйреніп алдым, заявка беруді үйреніп алдым, болды, пытырлады. Бірақ бірінші тендерінен 200 мың теңге пайда көрдім. Жоқ, мен оның алдында бір нені бастайым, ұта алмай қалам. Екіншісінен ұта алмай қалам. Сол кезде бірақ бірден пайдасы 200 мың есіктен. 200 мың пайда көргенде мен көзім жанады. Мен примерно 7-8-ін ұта алмай қалам негізін. Сол кезде толық жоқ ау деп ойланып жүрем. Өйткені базарда жүрсем де кей ұсақ-түйектердің затын білмейді екен. Менікі ірі материалдарға не істеп алғам. Кафель, есік, линолеум, ламинат деген сияқты. Андай ұсақ-түйектер балға, чеге, пена, клей, сердцевина, ұсақ-түйек. Негізі ұсақ-түйекте екен, маржа ұсақ-түйекте. Бірақ бірден 200 мың тапқаннан кейін төмен түскім келмейді уже. Сөйтіп тендерге кірген кезде уже оған барам, көп нәрселер түсіне алмаймын. Оған звондаймын, түнгі сағат 12-де келем, ол битесін телефонға түсіріп жүрем, көрсет жерді жібере салады. Болды, әйтті әр кезде бит звондап қойым, анан сөйте сал, мынан бүйте сал дейді. Ол өзі IT саласының маманы болғаннан кейін 10 ай түсініп тұр да, сөйтіп жеткізеді ол. А мен жете алмай жатырмын. Сол кезде ойлайтынмын, маған шынымен де бір дұрыстап тұрып пашағы үйретіп беретін адам болса ғой деп. Әркімге өзі сондай ғой, түсіне алмай жатсақ, біздің қолымыздан біреу жетектесе екен деп ойлаймыз. Жоқ, жетектеген жоқ, маған просто кіргізіп берді, мен мост жағып жүрдім, кірдім. 1,5 жыл жалғыз өзім. Бірінші айдан бастап, 1,5 миллионнан түскен кезім болған жоқ, Аллах куә. Бірінші айдан бастап, мен уже жырттым. Мен өзімнің принципім сол кезде қалыптасқан. Көптеген адамдар бір жерден табыс тауып жатса, мен таба алмасам, демек менде бір нәрсе дұрыс емес деп айтады. Өйткені оқу ізденуің бәрі 2017-ге дейін, 2015-тен 2017-ге дейін менде жақсы қалыптасып қалды. Мен шынымен де ізденіп, тренингтар өтіп, уже басыма әркез инвестиция салып жүрмін. Анан оқып, мынан оқып, кітаптарды оқып, қаншама уже 2 жылда бірнеше салада уже маман болып қалғам. Былай айтқанда түсінем, тез түсінем. Бұрын сонда менің басыма бір информация кірсе, мен басымда қорытылмайтын. Қазір мыңдаған информация кірсе, тез қорытылады. Неге? Қозғалтқаннан, просто миды қозғалтқаннан екен. Адамның басы демейді деген жоқ. Или істетесің, или істетпейсің. Тендер 2019-ға жақындаған кезде уже командный система, 18-дің былай қартай 19 жақын командный система. Қасыма 10 бала жинап, біз 10 еселей алдық табысты. Өйткені сол командамен біз уже тендер жаса оқыту орталығын ашқан болатынбыз. Адамдардың сұранысымен тендер жаса қалай ашылды деген адамдарға осылай. Анау айтқан тендермен 40 күнде миллион, біз уже қараңыз, бір 5-6 адам аламыз, бір видео бар. Видео көріп қойды, айтып қойыншы, қасында отыр. Осы видеоны шығарасын. Именно шығару керек, бізге неге шығармай қойғыш деген. Бұл жерде қараңыз, сабақ қызып жатыр деген кез. 2 адам алдында отыр ғой. Сабақ қызып жатыр деп мен жасап жүрмін. 2 адамға мен беріліп тұрып түсіндіріп жатырмын. Қазір 200 адам болса да тура сол темпте тұрмын. 10 есе артықтың десе де болады. Неге? Мен сол кезде 2 адам екен деп жай ғана бүйтіп түсіндірмеппін. Берілу. Түсіндіре алдым ба? Шынымен де біреу әйел күйеуімен кеп тұр, бір адам бар, әлі есімде. Ернар деген біздің компанияның директоры бүйтіп түсіріп жүрді, сабақ қызып жатыр деп. Яғни 2 адам, оқыған реально 2 адам отыр. Вот сондай кезеңдер болды. Одан кейін шынымен де патологын қойғанда кезеңдер болды. Біз өйткені бірге жасау үлгісін ұсындық. Тендер ғана емес, біз одан кейін уже командный система жасап, әр спикерлер дайындадық. Уже О-маркет деген кезен ашылғанда, О-маркеттің өзінің каналы, өзінің командасымен жасайтын система құрдық. Алмас Ақылбекұлы біздің команданың спикері. Самұрықты қостық, Самұрық Қуаныш Ержанұлы. Қазір міне 23 жыл күз барлығын бөлік шығардым уже. Дәулет Қанатұлы. Госсервистер, ЕТП әділет, Е-сауда. Біз уже аукциондардан машина шығарып сататын кезеңдер. Бұл 2 жыл сонымен айналыстық. Соңғы 2 жыл. 21, 22, 23-ке дейін. Уже трейдинг саласы. Одан бөліп инвестиция салаларын бағыттары.
Яғни өзіміздің ішімізде инвестиция беру системасын команда құрып, Қазақстан бойынша бірге жасау үлгісін бастағаннан кейін, уже командный адамдарға инвестиция бағыттары, одан кейін бізде келіп оқығандарға инвестицияның бағыттарын каналы кетті. Осылай біз уже толығымен Мың Батыр даму орталығы деген орталық аштық. 1 жылдығымыз, 2 жылдығымызды атап өталдық. Бұл 21 мен 22. Толығымен уже 21 мен 22 Мың Батыр даму орталығы ашылып, Қазақстан бойынша 16 қала офис ұстап, айғайлап тұрдық шынымен. Бұл нағыз волнаның келген кезең. Өйткені то, что ищешь, тоже ищет тебя дейді. Яғни сіз дайын болған кезде сізге өзі келеді. Әр нәрсе өзі келеді. Сіз іздеп жүрген нәрсе, қараңыз, Өскеменнен шықсаңыз, Павлодарда кездесесіз. Сіз Астанадан шығасыз, мүмкіндігіңіз Өскеменнен шығады. Алматыдан шықсаңыз, мен Астанадан шықсам, мүмкіндік Алматыдан пайда болып шықса, Балқашта кездесеміз. Тура сол сияқты мүмкіндік өзі келе жатыр. Негізі соған лайықты өзі деңгейді қалыптастыру керек екен. Түсінгенім осы, шынымен де қалай қалыптасамыз, сол деңгеймен кете береміз. Артқа вариант жоқ екен түсініп алып, бізде мост жағу деген бар. 5 аптада 5 мостты жағып, өмірін 360%-ға өзгеріп жатқан адамдар бар. Сол үшін осы пошаговый система, осы бүкіл өмірлік опыт деседі бұл. Бұл, қараңыз, 10 жылдық нәрсе. Қазір айналысатынымыз инвестициялар, аукциондар, тендердің бүкіл бағыты, және өзінің жеке магазинім бар. Сол кезінде ұстаған, кезінде базарда сатқанда, қазір Керама Трейд атауымен Экспострой магазинде үлкен орталық ұстап отырмын. Керама гранит, мрамор, оның енді кесінділер бәрі қойылады. Және недвижимость, өзінің жеке табыстарының қатарына келеді. Ол недвижимостьқа инвестициялау. Недвижимость керемет инвестицияларының қатарында. Әсіресе мына Астана, Алматы, шынымен де трамплин. Өз ауданыңыз бен ауылыңызға да қала қайда кетіп бара жатқанын көре алыңыз. Недвижимостьта өте мән беретін, қаланың шеті ма, сол жерден возможность шығып тұр ма? Егер возможность шыққан былай білесіз, алыңыз. Егер ар жағынан район түсетін көрсеңіз, индустриальный район түсетін болса, ол жерге инвестиция ақша салмаңыз, жер болсын, басқа дүние болсын. Бірақ трамплинға қарай ату мүмкін. 2018 бен 22 арасы недвижимостьта трамплиндар берді. Бұл да бір балыналар. Сол үшін бай-байға, сай-сайға қояды дейді қазақта. Қазір БТР Motors автосалонымыз. 23 жыл біз командамызбен Мың Батыр стратегиясымен өтте көзіміз жетті алмайтын, ойымыз жетпеген цифр қойдық десе де болады. Сол цифрға жету үшін бізде тағы бір идея, ол БТР Motors автомаркеті қосылды. Ашылғанымызға 5 ай кетті. Аллаға шүкір, керемет результат. 150-ден аса 200-ге жақындады, өтірік айтпасам. Машина сатылды. 5 айдың ішінде. Керемет пе? Сол үшін де, қараңыз, жасай алу бұл бір бөлек. Ал фундамент қалыптастырып алу бұл бір бөлек. Сол үшін де кез келген іске дайын болып келген кезде бұл өз жемісін береді. Қазір мен айта алам, адамдар сене алады. Мен ең алғаш бастаған кезде маған ешкім сенбеді. Және менде шанс та болмады бір нәрсе жасай алатындай. Өйткені қазір айтсаң неге сенеді? Өйткені дәлелдегенбіз. Бұрын айтқанда неге сенбейді? Өйткені өмір жасап көрмегенбіз. Сол үшін де қазір сізді бағаламау мүмкін. Басында мән бермейді. Одан кейін прикол ұстайды. Одан кейін сынайды, талқылайды, жасамаған нәрсені жасады деп көрсеткісі келеді. Одан кейін барып мойындайды. Этап осы үшеуін өту ең қиыны. Төртінші, уже не жасайын десеңіз де адамдар сенеді, қолдайды және бірге жасауға ұсыныс тастайды. Осы кезде барлығы оңай болады. Бұл 80-20 паретті. Қазір 20% ғана системна жүріп, 80%-дық результат. Бұрын 80-90% энергия салсаң да, ақырын келетін балына. Бірақ осы кезде тоқтамау. Сол үшін де біз айтамыз, сіз тұманды күні бастадыңыз. Тұманды күні машинамен келе жатқанмен бір дейсіз. Боранды күні немесе. Артыңыздан біреу кіреді, егер тоқтасаңыз. Алдыңызға біреуге кіресіз, егер газды бассаңыз. Сол үшін дисциплина деген нәрсе бар. Жібермеу керек болды.
мақсатыңызды сатпай, соған қарай жүре берсеңіз, міндетті түрде армандар орындалады, мақсатың айқын болсын. Түсіндіре алдым ғой, Вообще, еш нәрсе оңайшылықпен келмейді. Сол үшін бізді де қазір көреді, ойбай оқытып ақша табады, бүйтеді деп. 70-ке жуық адам қызмет етеді, егер сізді оқытып жатсақ. Әркімнің өзінің долясы бар. Әркімнің өзінің системасы бар, проценті бар. Оны біз қалтамызға сауатқан жоқпыз. Мың Батыр даму орталығына қанша оқыту орталығы қараса да, осы тендер жаса қараса да, ол жерден алатын менің айлығым 10% таза табыстан. А бізде шығындар 15 пен 25 миллион арасында. Енді есептей беріңіз. Өйткені біз үлкен орталықпыз. Алдымыз ауаға теңесіп келе жатыр. Бұйыртса оны да қалыптастырамыз. Сол үшін жетістіктің артында бұл табу емес, часовой механизм құру. Аяққа тұрып, сол нәрсені еселей алу. Ақшаны тауып қана қоймай, сақтап еселей алу формуласын осы 10 жылда қалыптастыра алдым. Қаржылық тапшылықтан Астанаға келгеннен кейін уже 4-5 жылда шыға алдым. Өзімнің формуламен, өзім принцип қойдым. Осы күнге дейін 1 теңге инвестиция тартып көрмеппін ешкімнен. Ешкімнен ақша алып көрмеппін. Қарызға немесе қандайда бір еселеп берем деп инвестиция бағытында. Тек қана өзімнің нолмен, жаңа ғана көрсеттім барлығын қалай нольмен құраған. Барлығын нольмен. Бит, командный система. Сол үшін де ешқашан ештеңке поздно емес екеніне енді көзім жеп отыр. Ең өкініштісі, бірақ қарындасым өмірден өтіп кетті. Ең ауыры осы. Базарға кіріп, енді бір жетістіктің дәмін көріп, бір нәрсені сезе бастаған кезде өмірден өтіп кетті. Ол жыл мен үшін шынымен де сыпат жыл. Өтте ауыр. Жалғыз туған қарындасым. Бұл шынымен де маған ең ауыр кезең болды. Өмірлік аялап жүрген қарындасымды айырылған кез. Бірақ шынымен де тірі адам тіршілігін істейді дейді қазақтар. Сол үшін сеніңіз, менің шынайы бұл ойым. Бұны мақтанайын деп айтып тұрған жоқпын. Әркім жасай алады. Әркім әртүрлі жағдаймен қайдан возможность келетінін точно білмейсіз. Тек сіздің бағытыңыз, қозғалып жүрген әрекетіңіз, жүйелеген стратегияңыз ғана алып шығады. Сол үшін біз тендермен 40 күнде миллионда 40 күннің қадамын жасап қойдық. Пошаговый 40 күнде не істейтін? Бір жылда 50 миллион деген стратегияны құрып шықтық. Оның барлығы өмірлік опытпен системада. Кімде жүйе бар, сол алып шығады. Алып шыққан 5 мінез, және осы 5 нәрсе деп айтсам да болады. Біріншісі ой. Тек қана жақсы ой. Сізде барлығы дұрыс болатынына сеніңіз. Екінші жақсы сөз. Тек қана жақсы сөз сөйлеңіз. Қазақта жақсы сөз жарым ырыс дейді. Исламда дұрыс сөйле немесе сөйлеме дейді. Үшінші жақсылыққа жору. Тек қана жақсылыққа жорыңыз. Болды. Қандай да бір жағдай болып тұрса да, бәрі дұрыс болады, барлығы нормально, барлығы өз орнымен келеді. Болды, жақсылыққа жорыңыз. Төртінші жүйеленіңіз. Жүйелену дегеніміз дұрыстап өз өміріңізге кәдімгідей пошаговый жазыңыз. Қалай болады, бір жылда қалай табас стратегия. Түсінбесеңіз бізге кіріңіз. Бір жылдық жүйені қалыптастырып береміз. Бесінші әрине еңбек. 16 сағаттап еңбек етпесеңіз де назарыңызды, фокусыңызды өз арманыңызда, мақсатыңызға қарай ұстап тұрыңыз. Болды, басқа ештеңе керек емес. Бүкіл жетістік артында осы тұр. Бастапқыдағы каша жүйеленбей ешқашан жеміс бермейді. Сол үшін сеніңіз, кез келген істе жеміс бар, кез келген істе мүмкіндік бар. Жарты жолдан тастауға ешқашан рұқсат бермеңіз. Өзінің принципін аяғына дейін алып келу. Ештеңе болмады, біттім деген кезде ғана тастап жіберу. Болды. Жіберіп өкінбеңіз. Жоғалтып алудан қорықпаңыз. Жоғалтып алудан қорықсаңыз
табудан да қорқасыз. Еш нәрсені жоғалтудан қорықпаңыз. Бұл ең главный кеңесім болса. Өз ойыңызды айта кетіңіз. Қалай сізге? Бұны сізде қайта аласыз. Ешқашан кеш емес. Қандайда бір ойыңызды жаза кетсеңіз, ең керемет комментарийға өз атымнан 3 комментарий деп атайыншы. 3 комментарий. Бір аккаунттан 2 рет жазуға рұқсат. 20 000 теңгеден 3 адамға беремін. 3 адамға 20 000 теңгеден. Керемет жазып жеріңіз. Шынымен де шынайы от души қылып жазыңыз. Және бөлісіңіз. Кез келген қиындықта жүрген адамға бөлісіңіз. Кез келген ситуациядан шығаратын осы 5 нәрсе екенін ұмытпаңыз. Аман болыңыз, сау болыңыз. Әрі қазағым жалғызымды біз іспен жасаудамыз. Мыңбатыр даму орталығының ораны бөліскен сайын, берген сайын береке артады. Сәттілік болсын. Шынымен де бұл өмірлік 10 жылдық опыт. Қысқаша бір сіздерге түсіндіріп бере алды. Алдымда Алла бұйыртса әлі 10 жыл бар. Тағы бір кезеңді бағындыратын. Осы 10 жылда енді 33-ке дейін енді керемет стратегия сызып жатырмыз. Бұл шынымен де Қазақстан нарығына кішкене болсын өмір өзгертетін тарих десе де болады. Өйткені әркім тарихты жазбайды, жасайды дейді Тони Роббинс. Сол үшін бізбен бірге өз тарихыңызға бір әріп қалтыра кетесіз деп ойлаймын. Мыңбатыр даму орталығының бүкіл информациясы, тендер жасаның информациясы төмендегі номерде тұр. Аман болыңыз, сау болыңыз, жетістікке бірге жетейік, қолдап қойыңыз. Қазақ тілді контент өсе берсін. Баршаңызға сәттілік.